Assalamu алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Құрметті мұсылман жамағат. Бүгінгі тақырыбымыз араб тіліндегі екпін жайында. Қай жерге екпін қойылады? Өте маңызды ақпарат. Өз басым өткендегі ұзын видеода айтылғандай 15 жылдай білмей жүрдім осындай нәрселерді. Өткенде қанша сабақ алдық адамдардан, ондай нәрселерді айтылмады. Себебі енді өткендегі айтылғандай тәжвидтің үйрету тәсілдері әртүрлі болады. Сол мынандай әртүрлі тәсіл болғасын, содан шығар деп болуы мүмкін. Енді оған уақыт кетірмейміз. Екпінге мәселесіне, екпінге бірден көшейік. Араб тілінде екпін сөздің басына қойылады. Мысалы, біздің тілімізде сөздің аяғына қойылады. Еркін, берік, серік, саламат сияқты аяқ жағына қойылады сөздер. Мысалы, орыс тілінде екі жаққа да қойыла береді. Басына да, артына да қойыла береді. Енді аттарда көбінесе есімдерде басына қойылады. Мысалы, Саша, Ваня, Саня. Егерді екпінді сөздің аяғына қойсақ, онда Саша, Ваня, Саня болып кетеді. Содан да біз оны түсіндік. Екпін мәселе өте маңызды. Оны мысалы кейбір адамдар, олар көп жылдар уақыт арабтар арасында өткізген үшін құлақ арқылы, есту арқылы екпінді дұрыс қояды. Ал ондай мүмкіндік жоқ адамдар, олар үйренбесе, оны өз арнайы жаттығумен, немен екпінді сөздің аяғына қою мүмкін. Сонымен арабша болмай кетеді сөз. Араб тілі бойынша сөздің басына болу керек. Мысалы, сіздерге бұл мәселені жасылап түсінікті болу үшін тағы бір мысал келтіргім келіп тұр. Ол мысалы сол жаңағы тілдерде, басқа тілде мынандай плачу деген. Плачу бір мағына, плачу деген екінші басқа мағына. Немесе духи. Екпін ауысты, сөздің мағынасы да өзгерді. Сол үшін екпін дұрыс қойылмаған кезде, мысалы араб адам, басқа да білетін адам бірден естіген кезде түсінеді, мынау арабша айтылмаған сөз. Енді екпінді мысалы қалай адам егер үйреніп қалды сөздің артына түсіруге. Мысалы, дүния деп айтады. Дүния деп аяғына түсіреді екпін. Арнайы жаттығу бар. Сол жаттығуны қазір сіздерге мен айтып берем. Ол жаттығу әрбір сөзде буындар болады. Сол буынға бөлінгенде, мысалы, екі буыннан тұратын сөздер болады. Немесе жаңағы үш буыннан осылай тұратын сөздер бар. Сол мысалы жаңа алдында айтылғандай Саша екі буын, мысалы Ваня екі буын. Енді ол жерде Саша екпін басына түсті, Саша десе екпін артына түсті. Мына сол сияқты араб тілінде енді қандай сөздер алсақ, мысалы әла деген сөз бар. Өте содан адам мысалы әла арттағы екінші буынға екпін түсіру мүмкін. Сол үшін жаттығу қандай? Ол буындарды басында жаттығу жасаған кезде буындарды бөлек айтамыз, аралығын бөлеміз. Бұл уақытша нәрсе. Оқыған кезде олай істеуге болмайды. Ол жаттығу ретінде екпінді келтіру үшін, сөздің басына келтіру үшін. Оның пайдасы, нәтижесінде екпін аяқ жаққа секіре алмайды. Өйткені біз бөлеміз. Мысалы, ка, та, ба. Ка, бөлік, та, ба. Екпінге мүмкіндік бермейміз аяқ жағына секіруге, кетіп қалуға. Сол үшін ка, та, ба. Ка, та, ба. Жа, ла, са. Жа, ла, са. Осылай екпінді басына әла, сәләм, сәләм. Осындай жаттығын өздеріңіз үйлеріңізде істесеңіз болады.
өзіңізді тыңдап, былай немесе қасындағы адамға жазып, осылай тексеруге болады. Екпін. Таза Құран оқитын қарилерді алсаңыз, олар осы екпінді өте қатты анық шығарады сөздің басында. Хаусарисият рахимаулла және сол сияқты үлкен имамдар, қарилер, Абдул-Басит, Муншауи, сол үлкен бұл дүниеден өтіп кеткен үлкен рахимаулла, жаңа осы үлкен Құран мамандары, соларды тыңдап көріңіз, сол кезде сөздің басына екпін нақты түседі екен. Өткен араб тілінің бұл ерекшелігі, екпінді сөздің басына түсіруге.